қасиетті Рамазан айында енді біз осы шеше алмай жүрген көп мәселелеріміз болатын болса, әсіресе отбасылық кикілжіңдеріміз болатын болса, соның бір орайлы сәті келіп тұр. Адам кейде мысалға ерініне, аузына ұшық шығуы мүмкін. Бірақ сен ол ұшықты қанша емдегенмен, асқазаныңды емдемей ол ұшық жазылмауы мүмкін. Сол сияқты біз отбасындағы кейбір кикілжіңдерді, сол наместа дейді ғой, сол сәтте күйеуімізбен немесе әйелімізбенен ұрыс керіспен немесе сөзбен шешеміз деп ойлаймыз. Ал бірақ оның себебі біздің иманымызда немесе бір күнәларымызда жататын болса, міне Құдайдың алдында күнәларымызға кешірім сұрайтын, Алланың алдында жүрегімізді жібітіп, дәрежемізді көтеретін бір керемет кез келіп тұр. Осы кешелі бері мен қаншалаған хаттарды оқып жатырмын, қаншалаған сұрақтар келіп жатыр. Соның арасында бір бауырымыздың әңгімесі маған ерекше әсер етті. Бір намаз оқитын бауырымыз айтады. Біз дейді, әйеліміз екеуміз бірнеше жыл өмір сүрдік, яғни 4-5 жыл өмір сүрдік, және біздің ортамызда бір перзентіміз болды. Бірақ соңғы бір уақыттарда байқаймыз, бір-бірімізге бір жүрегіміздегі бір түсініспеушілікті, баламыз себепсізден себепсіз бір жиі ауыра береді, бір үйіміздің ішінде бір өкпеміз қысылатындай бір қиын жағдай болып жүрді дейді. Бұл неге екен деп қиналып жүрген кезде бір күні түс көрдім дейді. Жаңа бауырымыз айтады. Түс көріп шошып ояндым дейді. Тура сол сәтте Құданың құдіреті қасымдағы жарым да шошып оянды дейді. Не болды деп едім, түс көрдім деп айтты дейді. Не көрдің десе, екеуі бір түсті көрген ғой. Сөйтсе, ол не жағдай болған? Бұлар үйленбей тұрып, некелері қиылмай тұрып, екеуі есіктің алдында, иманды ұл қыздар болса да, есіктің алдында тұрып, бір-бірлеріне қол жүгіртіп, құшақтап қойған екен. Яғни бір-біріне денелері тиіп, қазақтың тілімен айтқанда айналып толғанып, бауырына басып, денесіне қолы тиген екен. Сөйтіп екеуі де Құдайдан қорқып, сол сәтте астағфирулла, біз не істеп жатырмыз деп қоя қойған екен. Міне осы сәт екеуінің де түсіне бір сәтте келген ғой. Сөйткенде бұл жарайды, енді түске қарап мұсылман адам бір түстегі амалды жасамайды, бірақ біз осы түстен бір нәрсені білуіміз керек. Бізге Алланың бір ескертуі келіп жатыр. Екеумізге бір сәтте бірдей оқиғаның түсімізге кіру ол бекер емес. Біз терең тәубе қылайық. Сол сәттегі некесіз екеміздің бір-бірімізге денеміздің тиіп кеткеніне біз ұмытып кеткен екенбіз. Арнайы тәубе қылмаған екенбіз деп, екеуі де тұрып, жуынып, шайынып, қыблаға қарап, намаздарын оқып, арнайы тәубе қылған екен. Сол арнайы тәубеден кейін өздері айтады. Біздің де үйіміздің ішіне нұр кіргендей болды. Үйіміздің ішіне бір жамандық кеткендей болды. Сөйтсек біздің аяғымыздан тартып тұрған, жүрегімізді сығып тұрған, сол тәубе қылмаған бір күнәнің кесірі екен ғой, аға деп маған айтып жатыр. Қарасаң, бір қарапайым ғана оқиға секілді. Бірақ шынтуайтына келгенде, біз білмейміз кейде. Бір адамның тәубе қылмай ұмытып кеткен күнәсінің себебінен ол ерлі-зайыпты екеуі ұрысып жүруі мүмкін. Бұлар ойлайды, ортадағы мысалға енемнің араласуы, баланың болмауы, ақшаның аздығы деп ойлаймыз. Бірақ барлық нәрсе Алланың қалауымен болатындықтан, шынтуайтына келгенде кейбір күнәміз отбасындағы басқа мәселелерді қоздырып тұрады. Бір күнә басқа мәселелерді қоздырып, екі адамның арасындағы ушыққан мәселелердің себебіне айналады.